Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің тағы да сабағымыз Қытай тілін 5 минутта үйренеміз. Бүгін біз уақытты қалай айтамыз және қалай сұраймыз және не деп айтуға болады және бос уақытта бір жерге барып бір нәрсе көрумен уақыт бойынша келісім жасауға сөздерді үйренеміз. Бірінші біздегі сұрақ: 现在几点钟? Қазір қанша сағат? Тіке аударғанда осылай. Егер барлығын сөйлемді бірге алатын болсақ, ол тіке аударылмайды, ол қазір сағат қанша болды деп аударылады. 现在几点钟? Немесе қысқартып 现在几点деп сұрауға болады. Осы жердегі жон деген екі мағынаны береді. Бірінші мағынасы ол зат, кәдімгі сағат деген мағынаны береді. Ендігі бірі ол уақыт. Уақытты да біз сағат дейміз, қазақ тілінде сонда сағат екі мағынаны береді. Осы жердегі ден деген сөз сағат деген мағынаны береді. Және нүкте. Осы мағына, екі мағынада ден. Фін деген минут. Бір минут. Фін. Го деген өтті, яғни өткен шақты білдіретін сөз. Го. Ча деген жетпейді. Ча кішкене жетпейді деген кезде қолданатын сөздер. 5 минут жетпейді, 10 минут жетпейді. Ча. Жың. Нақты сағат бір болған кезде 1 минут кем емес, 1 минут артық емес болса, жың. Дәл, толық, жың. К деген 15 минут, яғни 1 сағаттың 4-тен 1 уақыты. К. Келесі сөз бән. Яғни 1 сағаттың жартысы немесе бір нәрсенің жартысы. Бән. Йоу конг ма? Бос уақытың бар ма? Йоу конг ма? Чүй кан дейін. Киноға барып көру. Яғни бірге барып кино көру деген мағына. Кинотеатрға барып кино көру деген мағына. Чүй кан дейін. Осы жерде 现在, яғни қазір деген мағына береді. Мысалға, 现在1点整. Қазір сағат 1 болды. Толық 1 болды. Немесе 现在1点05分. Яғни қазір 1-ден 5 минут кетті. Немесе 1-ден 5. Тағы да бір айтуға болатыны 1点05分. Екеуінің айырмашылығы мына жерде линь деген сөз бар, мына жерде го деген сөз бар. Линь деп Қытай тілінде осы 1:05 деп айтады. Немесе 1-ден 5 минут кетті. Келесі 1:30 分. 1,5, яғни 1-ден 30 минут кетті деген 1:30 分. Егер 1,5 деп айтатын болсақ, 1:半. Сағат 1, оның жартысы. 1:半, 1-ден 1,5. 1:40 分. 1-ден 40 минут кетті. 1:40 分. Немесе сағат 2-ні байланыстырып айтатын болсақ, 1:40 деген 2-ге 20 минут жетпейді. Сондықтан 2:ча деген жетпеу. 20 分. 2-ге 20 минут жетпейді. Мысалы, 1-ден 45 минут кетті дегенді біз 4 мағынада айтсақ болады. Біріншісі 1:45 分. 1-ден 45 минут кетті. 1:3 Біз мына жерде өттіге к деген 15 минут. 45 минут дегеніміз сонда 3к. 1:3 сонда 3:15 минут 45 болады. 1-ден 45 кетті. 2:15 分. 2-ге 15 минут жетпейді. 2:15 分. Немесе 2:12. 2-ге 15 минут жетпейді, яғни 15 минутты осы жерде к деп алды. 2:12. Енді біз сұрақ сұрайықшы, мысалы, 朋友, досым, сен ертең боссың ба? 你明天有空吗? 朋友, 你明天有空吗? Егер бар болса, 有 дейсің, 有 дейді. Сол кезде біз тағы айтсақ болады. 那去看电影吧. Бірге барып кино көрейік. Ол сосын сұрайды. Қаншада дейді? 几点钟? Қаншада? 几点钟?
Сіз өзіңіздің уақытыңызға байланысты кез келген санды қолданып, мысалы, бірден 45 минут кеткенде бармағыңыз келсе, иден санкы ба, яғни бірден 45 минут кеткенде, немесе бірден 40 минут кеткенде, иден сышы фән. Осылай, осы көп деген толық 15 минут жарты кетті, немесе өтіп кетті деген сөздерді қолдану біраз күрделі болады. Бұған көбірек практика керек. Сол үшін әр сандарды осылай жазып, өзіңіз есептеп практика жасап көріңіз. Сау болыңыз.